Былтырдан бері елімізде салық жүйесіне қатысты қызу пікірталас болып жатыр. Билік салық режимдерін қайта қарап, қосылған құн салығын 2025 жылы қазіргі 12%-дан 16%-ға дейін көтермек. Қосылған құн салығына қатысты сарапшылар пікірі екіге жарылды. Өліммен салықтан құтылу мүмкін емес деп әзілдеп, жаңа бастаманы қолдағандар да табылды. Ал бір топ экономист инфляция өсіп, бизнес көлеңкеге кетеді деген пікір айтты. Бұл жерде біреу ұтылады, біреу ұтады деп кесіп айту қиын. Біз бүгінгі арнайы репортажда қосылған құн салығының өсуі экономиканың әрбір қатысушысына қалай әсер етеді дегенді бағамдап көрмекпіз. Тек сөз жүзінде ғана емес, іс жүзінде шешімін ұсынып, шығар жолын бірге іздеуге тырысамыз. Эфирде арнайы репортаж, менің атым Жани Абдыбек, армысыздар. Сонымен қосылған құн салығы дегеніміз не? Тауар не қызметтің үстіне қосылатын табысқа салынатын салық. Орысша НДС деген атаумен қолданысқа еніп кеткен қосымша құн салығының экономикадағы рөлі өте маңызды. Мемлекеттің басты табыс көзінің бірі. Бұл арқылы әлеуметтік бағдарламалар, инфрақұрылымдық жобалар және басқа да мемлекеттік қажеттіліктер қаржыландырылады. Өндірістің әр кезеңінде алынатындықтан экономикадағы қаржылық ағындарға үлкен ықпал ете алады. Сөзіміз дәйекті болу үшін сандарға жүгінейік. 2022 жылы бұл салықтан түскен түсімдер 50%-ға өсіп 4,2 триллион теңгеге жеткен. Бұл бюджет түсімінің 4-тен бірі. Бірақ билік осы түсімді тағы ұлғайтқысы келеді. Сол себепті қосылған құн салығын 12-ден 16%-ға дейін көтеруді көздеп отыр. Осылайша экономика министрлігі бюджет түсімін артырып, дефицитті ұлттық қор есебінен жабуды доғарамыз деген уәде берді. Ставканың өсуі бұл бюджетке 2-ден 2,4 триллион теңге мөлшерінде қосымша түсімдер. Бұл ұлттық қордан республикалық бюджетке кепілдендірілген трансферттер көлемінен бірдей. Қосымша кірістер бізге осы трансферттердің мөлшерін азайтуға мүмкіндік береді. Осылайша біз ұлттық қордың жинақтау функциясын күшейтеміз. Бұл өте маңызды міндет. Біз болашақ ұрпақ үшін ұлттық қорды сақтауымыз керек. 2,5 триллион теңге дегеніміз қазіргі бюджеттің дефициті. Экраннан 2022 жылғы бюджеттің жағдайын көріп отырсыздар. Түсімдер 16 триллион теңге, шығын 18,5 триллион теңге, дефицит 2,5 триллион теңге. Міне, бюджеттің дефицитімен қосылған құн салығынан алынатын түсімнің көлемі пара-пар 2,5 триллион теңге. Билік осы тапшылықты қосымша құн салығымен толтыруды көздейді. Экономист Айдар Құсайыновтың айтуынша, бюджеттің ішкі түсімдерден құралуы Қазақстан экономикасын тәуелсіз әрі тұрақты етеді. Сол себепті бұл шара керек деген пікірде. Увеличивается налог, а этот налог... Қосылған құн салығы экономикадағы іргелі және негізгі салық. Екінші жағынан бюджетіміз сыртқы конъюнктураға тәуелді болмайды. Қазынаға жақсы қаржы жиналады. Ішкі нарық есебінен толады. Осы тәрізді ішкі экономикадан түсетін салықтар көп болған сайын, экономикада тұрақтала түседі. Қазір фискалды жүйе жақсарып жатыр. Салықтан жалтару да қиындай түседі. Жалпы қосымша құн салығына қатысты махинацияны бөлек сыра тұрайық. Ол тек Қазақстанда ғана емес, бүкіл әлемде болатын нәрсе. Қош, бюджеттің салықтық түсімдері артты дейік. Қосылған құн салығының көтерілуі үкімет үшін қосымша табыс көзі болып, түрлі даму бағдарламалары мен әлеуметтік қызметті қаржыландыруға көмектесті. Бірақ бюджеттің орынсыз шығындарының да көп екенін ұмытпайық. Есеп комитетінің сандарына сүйенсек, тиімсіз жұмсалған бюджет қаржысы 2022 жылы 570 миллиард теңгеге жуықтаса, 2022 жылы 421 миллиард теңге тиімсіз жұмсалған. Бірақ үкімет шығындарды көбейтіп, теңгерімсіз бюджет саясатын жалғастыра берсе, қосымша құн салығын көтеруден түк пайда жоқ. Билік тапқан табысқа өмір сүруді үйренбесе, салықтың қай түрін көтерсе де шығын азаймайтыны анық. Ал жоғары аудиторлық палатаның шағымдары биліктің жеке жүйесіне әсер етпейтін болған. Одобряет слишком много бюджетных заявок. Бұл жерде тым көп шығындарға жол беріп отырған қаржы министрлігіне мән беру керек. Меніңше, бұл бір деңгейде қаржы министрлігі үкімет жоспарынан тәуелсіз болуы керек. Әр аймақ, әр облыс, әр ведомство өз шығынын негіздеу керек. Мұны жоғары аудиторлық палатасының басшысы Годунова жақсы білет. Жыл сайын ондаған миллиард теңгенің жоспарсыз, мақсатсыз шығындалатынын айтты. Біздің өзімізде түбі тесікшелікке одан сайын көбірек су құйғымыз келеді. Сол тесікті бүтіндеп алып қана не істеу керектігін ойлану керек.
Айтпақшы, бюджеттің едәуір бөлігі мемлекеттік қарыздарды жабуға кетіп жатқанын айта кеткен жөн. Сыртқы және ішкі қарыз көбеймесе, азайып жатқан жоқ. Сандар дәлел бола алады. Мысалы, 2022 жылы мемлекеттік қарыз 15%-ға өсіп, 25,3 триллион теңгеге жеткен. 2023 жылдың бірінші тоқсанында 21,8%-ға өсіп, 26 триллион 400 миллиард теңгеге жуықтапты. Бұл жалпы ішкі өнімнің шамамен 22%-ын құрайды. Айналып келгенде бюджеттің 10-12%-ы мемлекеттік қарызды өтеуге жұмсалады. Экономика заңдылығы бойынша бюджет толтырудың екі әдісі бар: көбірек жинау немесе азырақ жұмсау. Үкімет аз жұмсауға қарыз тартпай, тиімсіз жобаларды қаржыландырмай, ұлттық қордың ақшасына қол салмай, өз табысына шақтап қана жұмыс істеуге құлықсыз. Енді бюджеттің түсімін салықтың яки халықтың есебінен көбейтуді көздеп отыр. Сонымен салық бойынша жаңа ставкалар 2025 жылдан бастап енгізілу жоспарланған. Билік заң жобасын ашық талқылауға шығарды. Қабылдауға туп-тура 1 жыл уақыт бар. Заң жобасы қабылданған күнде қосылған құн салығының өсуі бизнес пен халыққа қалай әсер етеді деген сұраққа жауап беріп көрейік. Әуелі салықтың бұл түрін қандай бизнес төлейді деген сұрақтан бастайық. Заңнамаға сәйкес 20 мың айлық есептік көрсеткіштен жоғары табыс табатын бизнес қосылған құн салығын төлеуші ретінде тіркеуге тұруы керек. 2024 жылы 1 айлық есептік көрсеткіш дегеніміз 3692 теңге. Сонда 20 мың айлық есептік көрсеткіш 73 миллион 840 мың теңгеге жуықтайды. Үкіметтің есептеуінше бизнестің тек 5,5% ғана осы санатқа кіреді. Тауар мен қызмет көрсететін кәсіпкерлік сатылған өнімдерден құн салығын алушы болса, екінші жағынан шикізат пен өндіріс құралдарын сатып алушы ретінде қосылған құн салығын төлеуші болып есептеледі. Бүгінде 12% төлеп жүрген бизнес 16%-ға әрине қуана қоймасы анық. Сарапшылардың пікірінше, салықты көтерудің салдарынан бизнес көлеңкелі жолға кетеді. Яғни табысын жасыру, бизнесті бөлшектеу секілді әрекеттерге баруы мүмкін. Оған қоса жалған компаниялар көбейіп, жалған шот фактуралар жазыла бастайды. Жемқорлық тәуекелі көбейе түседі. Салық өскен сайын мәселені шешу үшін берілетін ставкалар да артады. Казахстане сейчас не решен до сих пор. Қазақстанда әлі күнге дейін адал емес бизнесмендердің мәселесі шешілген жоқ. Бұл теріс тәжірибе. Белгілі бір техникалық компания құрылып, салықты аз төлеу үшін жалған шот фактура жазылады. Салық көтерілген сайын қылмыстық элементтерге деген құлшыныс көбейе түседі. Бұл мәселені шешіп алу керек. Әйтпесе кәсіпкерлерді салықты аз төлеу үшін табысы мен айналымын әдейі төмендетіп көрсетуге мәжбүрлейміз. Бизнес салықтан жалтарып қана қоймай, инвест климат пен іскерлік белсенділікте нашарлайды деген пікір бар. Экономист Расул Рысманбетовтың айтуынша, бизнестің салық міндеттемесі өскен сайын жаңа жобалар мен дамуға құйылатын реинвестиция азайып, экономика өсімі баяулайды. Егер тұтынушылық сұраныс төмендесе, кейбір салада іскерлік белсенділік нашарлап, жұмыссыздық деңгейі жоғарылауы мүмкін. Проблема в том, что... Экономика министрлігі тауарымыз бәсекеге қабілетті болады деген жақсы аргумент келтіреді. Бірақ көбінде қымбат отандық тауарға қарағанда импорттық тауар арзан болып шығады. Егер отандық тауарға субсидия берсе, ол да бюджетке жүк болады. Бұл жерде теңдікті ұстап тұратын нәрселер көп. Бюджетке жарына жинау өте күмәнді нәрсе. Ол кезде бизнес өз жұмысын Қазақстан сыртына шығарып, сол жақтан төмен бағамен елге кіргізгенде дұрыс көреді. Сонда табыстың көп бөлігін шетелде өзіне алады. Сондықтан біз жинаймыз деген 2-6 триллион теңге қаржы өзін ақтамайды. Өз тауарымыз арзан болады деген үкіметтің уәжімен тауар өндірушілер келіспейді. Олардың айтуынша салықтың өсуі бәрібір сезіледі. Қазір әлеуметтік маңызы бар тауар өндірушілер мемлекеттен 70% көлемінде қосылған құн салығына жеңілдік алып отыр. Жаңа кодекс бойынша арнайы жеңілдетілген режиммен салық төлеу саясаты шегеріліп, салық ставкалары өседі. Сонда өндірушілердің тауары айтарлықтай өседі. Мәселен, елімізде май өнімдері өндірушілерінің қауымдастығы бар. Ішкі тұтынуды 90%-ға дерлік жабатын 40-тан астам компаниядан тұратын ұйым басшысы Ядыгар Ибрагимов қосылған құн салығының өсімі тауардың соңғы бағасына әсер етпей қоймайды деген пікірді айтып отыр. Здесь мы НДС не трогаем. Күнбағыс майының құнын шығарғанда ең басты нәрсе шикізат, күнбағыс дәндері. Ол шығынның шамамен 80%-ын құрайды. Ең үлкен шығыны осы. Ал жалақы, салық дегендер меншік құнына өте аз әсер етеді. Май зауыттарының 70% жеңілдігі бар. Егер ол жеңілдікті алып тастай салатын болсақ,
Бұрынғыдай 2-3% емес, толық 12% төлейтін едік. Осы шама 16%-ға дейін өсетін болса, күнбағыс майы тағы 80%-ға көтеріледі деген сөз. Бұл жерде математика өте қарапайым. Мемлекеттің әр салығының көтерілуі түбінде қарапайым халық сатып алатын бір бөлке нан мен бір келі қантқа келіп қосылады. Ешбір ортадағы кәсіпкер салықтың үстемділігін өз қалтасынан төлемейді. Өзі көрсететін қызметіне, сататын дүниесіне қосады. Соңында жүктеме бәрбір халыққа келіп түседі. Сөйтіп инфляция үдей бермек. Жалпы биылғы кез келген салық саласындағы бастамалар халыққа оңай тиіп жатқан жоқ. Салық декларациясы, электронды аударымдарды тексеру, ставкалардың өсуі, бизнесті тексеруге мораторийдің аяқталуы бәрі де халықтың стрессін көбейтіп жатыр. Бұл мәселеге қатысты көпшіліктің үніне құлақ түрейік. Салықтың көтерілуі қазақ мемлекетіне жақсы болады. Ел көркейеді, мен қолдаймын. Бұл нейтрал салық, компаниялар төлеуі керек. Инфляцияның 7%-тен көріңіз бағаны. Январда қандай болған, декабрдегі қаншаға көтерілген? Болмайды ешті. Ол масқара ғой, адам өле қаламыз ба, бәріміз не істейміз? НДС все-таки. Менің ойымша, қосымша құн салығының көтерілуі халықтың қалтасына ауыр түседі. Азық-түлік алғашқы қажеттілік тауарларының бағасына әсер етеді. Сол себепті салықпен абайлау керек деп ойлаймын. Я против повышения НДС. Мен қарсымын. Бізде пайыздар онсыз да жоғары, ал айлық көтеріліп жатқан жоқ. Салық көтерілсе, тұтыну тауарлары мен қызмет бағасы өсіп, инфляцияны көбейтіп, халықтың төлем қабілетіне теріс әсер етуі мүмкін. Бірақ экономистер инфляция салық өспесе де көтеріле береді деген пікірде. Да, потому что в смысле повышения НДС. Иә, инфляцияға әсерін тигізеді. Бір реттік шара болған соң тек бір жыл ішінде ғана сезілуі мүмкін. Инфляцияның табиғаты әлдеқайда кең, оны қалыптастыратын факторлар көп. Қосылған құн салығы өзгермесе де инфляция бола береді. 4%-ға көтерілуі әрине көп екені түсінікті, бірақ инфляцияның қазіргі деңгейімен салыстырғанда қалыпты. Егер біздегі инфляция 2-3% деңгейінде болып, салық 4-5%-ға өссе, онда 4% қорқынышты болатын еді. Бірақ та қазіргі инфляция 10-15%, ішкі нарықтағы сезіну бойынша 18% болған кезде қосымша құн салығының 4%-ға өскені соншалықты қорқынышты емес. Аса ештеңе өзгермейді. Әлемде салық жүйесіне қатысты бірнеше рейтинг бар. Мысалы, Дүниежүзілік банк жасаған салық жүйесінің рейтингінде Қазақстан 190 елдің ішінде 64-ші орында тұр. Ал экономикалық бостандық рейтингінде 176 елдің ішінде 71-ші орыннан көрінген. Бұл орташа көрсеткіш. Салық жүйесін әлі де жетілдіріп, бизнес пен халық үшін ыңғайлы ету керектігін көрсетеді. Еліміздің инвестициялық тартымдылығы мен экономикалық өсіміне салық жүйесінің жеңілдігі тікелей әсер ететінін ұмытпайық. Сонымен өгізді де өлтірмей, арбаны да сындырмай, қосылған құн салығын көтермей мәселені қалай шешуге болады? Алда әлі бір жыл уақыт бар. Қоғаммен билік боп талқылап, ортақ тұжырымға келуге жететін мерзім. Сарапшылар бюджетті толтырудың қосымша құн салығын көтеруден басқа шешімдерін ұсынады. Ортақ тұжырым салықтың ставкасын емес, салық төлеушілердің санын көбейту. Бірінші шешім шетелге кеткен активтерге салық салу. Әлі күнге дейін мемлекеттің шетелдік активтерді заңдастыруға қатысты нақты саясатын көре алмай келеміз. Яғни кейбір отандастарымыз мейлі заңды түрде болсын, активін шетелге шығарып сол жерде табыс табады. Қазақстан заңнамасы бойынша ол табыстарға да салық салынуы керек. Себебі оның иелері Қазақстанда тұрады. Я думаю, во-первых, нужно полностью... Біздің халықаралық келісімдерімізді қайта қарау керек. Мұндағы мақсаты сыртқа шығарылған капиталдардың біраз бөлігін елімізде сақтап қалу. Біз капиталды қайтару мәселесін нақты қарауымыз керек. Оның үстіне шетелдік табыстардан салықты қалай алу керегіне қатысты нақты бекітілген механизм әлі жасалмады. Оны әділетті етуіміз керек. Міне осы нәрселер бюджетті толықтырады. Мөлшерлемені көтеру деген қарапайым шара жеңіл, бірақ алдағы 5 жылда оның салдары өте ауыр болады. Тарихқа зер салсақ, 2008 жылдары қосылған құн салығының көлемі жоғары еді. 18% болды, бірақ бұл шара бюджетті көбейтуге әсер еткен жоқ. Ал мөлшерлемені түсіре бастағанда ресми салық төлеушілер өсімі 15%-ға жеткен. Демек, салықтың мөлшерлемесін көтерудің орнына салық төлеу жүйесінің жеңіл болуын қамтамасыз ету керек. Бұғаттау, айыппұл салу, ставканы көтеру секілді агрессивті шарадан аулақ болып, бизнесті мейлінше салық жүйесіне тарту қажет. Негізі мемлекеттік бюджетті бағанағы салықты көбейту арқылы емес, салық төлеушілерді көбейту арқылы толтырғанымыз біз өзімізге тиімді. Өйткені біз кіші бизнесті, микробизнесті қолдау арқылы біз экономикамызды көтереміз. Біз керісінше қолдау көрсетуіміз керек. Соның өзі жеткілікті. Біз қазіргі уақытта 12%-ның өзі
біз бұдан төмен түсірсек, тіпті жақсы мысалға. Өйткені ашық экономикаға, ашық өзінің бизнесін көрсетіп жұмыс істейтін кәсіпкерлер көбейеді. Салықты көбейту арқылы біз бизнесмендерімізді, кәсіпкерлерімізді қылмыстық құқық бұзушылыққа, әкімшілік құқық бұзушылыққа итермейміз. Өйткені олар көлеңкелі экономикаға кетіп, салық төлеуден жалтарады. Үшінші шешім көлеңкелі экономикамен күрес. Бюджет есебінен сытылып, әлдекімнің қалтасына түсіп жатқан жасырын табыстарды анықтап, мемлекет қазына түсіру маңызды мәселе. Қазіргі таңда көлеңкелі экономиканың үлесі 20%. Есеп комитетінің пікірінше, табысты жасырып қалатындардың кесірінен Қазақстан жылына 3-4 триллион теңге жоғалтып жатыр. Бұл фискал органдарына әлі де жұмыс істеп, күнгейге шығаратын салықтық аймақтан тыс қалған үлкен нарық бар деген сөз. Тура сол мөлшерлемені сақтай отырып, цифрландыру арқылы бюджет түсімін қамтамасыз етуге болады. У нас есть целый год до принятия окончательного этого решения. Заңның қабылдануына әлі 1 жыл уақыт бар. 1 жыл ішінде бизнеске көлеңкеден күнгейге шығуға кеңес берер едім. Көлеңкеде табысын жасырып жүргендер өте көп. Егер біз 1 жылдың ішінде картинаны өзгерте алсақ, келесі жылдың соңына дейін ставканың сол деңгейде қалуына әсер ете аламыз. Бизнестің ашық салық төлеуге көшкенін көрген билікпен диалог жасауға болады деп ойлаймын. Салықты дұрыс әкімшілендіру арқылы бюджет түсімін ұлғайтуға болады. Мысалы, мемлекеттік кірістер комитеті Астана 1 атты кедендік әкімшілендіру жүйесін енгізген кезде қосымша құн салығының түсімін 1,5 есеге көбейткен. Тәуелсіз сарапшылардың пікірінше тек бір ғана Алматыдан 1 триллион теңгеге салық өндіруге болады. Бастысы, фискал органдары тиімді жұмыс істей алса болғаны.